Марста тірі қалу мүмкін ба? Осы фильмде көз жеткізесіздер. Фильмнің атауы «Марсианин», 2015 жылы шыққан, жанры ғылыми фантастика, режиссері Ридли Скотт, басты рөлде Мэтт Деймон. Сюжетінде ғарыш миссиясы кезінде дауыл басталып, Марста қалған астронавт Марк Уотни тірі қалады, бірақ жермен байланыс үзілген. Ол Марста жалғыз қалып, инженерлік білімін, юморын және шыдамдылығын пайдаланып тірі қалуға тырысады. Ол топырақтан картоп өсіріп, суды химиялық жолмен жасап шығарады. Осында шытырман оқиғаның соңы қалай аяқталатынын өздеріңіз көз жеткізесіздер. Қызықты деректер. Фильм НАСА-мен кеңесе отырып түсірілген. Көптеген ғылыми мәлімет нақты. Мэтт Деймон рөлге дайындалу үшін ғарыштық оқшаулау тренингтерін өткен. Автор Энди Уир бастапқыда бұл оқиғаны блог форматында жазған, кейін кітап пен фильмге айналған. Картоп сахнасы шынайы. Олар Марс топырағына ұқсас минералды топырақты шынымен өсірген. Фильмді көргендер болса, комментарий ойларыңызды жазып кетіңіздер, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз достар. Сәттілік.